Мен енді 22 жылғы қаңтар уақиғасы кезінде митингілерге қатысқан жоқпын. Біздер үлкен адамдармыз 80-дердегі. Енді телевизорден көрдік қой. Сосын мында Оралда болған митингілерге қатысқан жігіттер, азаматтармен сөйлестім. Мыңдаған адамдар шұбалып, бүкіл жолдың бойын алып бара жатқанын көріп, ішімнен енді қуандым да, осындай бір қарсылық болу арқылы мына қоғамдағы теріс бағытты түсуге бір үлкен тиімді ықпал жасалады деп ойлап іштей қуандым. Ол халық негізі бейбіт пиғылменен манағы бағаның өршуіне қарсы, тұрмыстың нашарлауына қарсы өздерінің наразылықтарын білдіруге ғана шықты. Енді оның ішінде манағы оқ атып халықты қыру үшін әдейі арандатушыларды салған деп ойлаймын. Мысалы біздің президентіміз Тоқаев ресми түрде мәлімдеме жасап, 20 мың террорист кіріп кетті. Біздің Қазақстанға қауіп төніп отыр, билікті төңкеріп тастауы мүмкін дегендей үлкен әңгімелер айтты ғой. Содан террористтен кім қалды? Адам да жоқ, бірде-бір адам ұсталған жоқ. Тек қаламынан басқа дымы жоқ. Әйгерім Тілеужандарды аэропортты басып алды деген, басып алу әрекеттенді деген енді айып тағудың өзі бір барып тұрған ақымақтық дейміз ба, күлкілі жағдай дейміз ба, қаламсаппен қалай бір жаулап алады. Оның қасында адам жоқ. Жападан жалғыз жүрген адам, тіпті бола қалғанның өзінде бір 10 адам, 5-6 адам жүрген болар пікірлестері. Енді осындай жағдайда оларға айып салып, түрмеге түгелдей қамап отырғызып қоюы біздің елде демократияның ұшқынында жоқ екенін көрсетеді. Ал енді қазір одан бетер қиын жағдай туып жатыр. Мысалы, одан бергі уақытта да манағы сол қаңтар уақиғасына қатысты кім кінәлі? Ол мәселе жабылып қалды, ашылмай тұр. 20 мың террористті қайдан алды? Сол сөз үшін де жауап беру керек еді. Ол ресми түрде кәдімгі жария жасады. Россиядан әскер шақырды, бір үлкен қатер туып кеткендей. Соның бәрі былай қарағанда ашылмады. Оның бәрі биліктің жасап отырған құйтық әрекеттері, прокуратурасы бар, басқасы бар. Енді құрттай бірдеңе айтып пікір айтсаң, көшеге шығып, үн қатып, сол өзіңнің наразылығы білдірсең, алады да қолыңды бұрап, желкеңнен түйіп алып барады, қамайды, тығады, соттайды, не масқара. Бізде адамшылықтан айырылдық, кісілік жоқ. Бұл біздің қазақтың баяғы кеңшілік замандарда ұлан байтақ далада еркін жүріп қалыптасқан мінезі, қайсарлығы бәрінің теріске шығып кетті. Бұл біздер сол қасиетімізден айырылдық. Қазіргі бір есептер бойынша халық 6 триллион қарыз алып, манағы несиеге батып отыр дейді ғой. Тұрмыс нашарлап кетті. Қарапайым халықтар, мысалы, доғдырға ауырып сырқаса қарала алмайды, дәрі-дәрмегін ала алмайды. Ол осының бәрі жоқ. Осыны жасымыз ұлғайған, қазір 82-де ғамын, соған қарамастан енді осыны көріп отырып, жанымыз ашиды, шыдай алмаймыз, уайымдаймыз, ұйқымыз қашады. Бізге керегі әділдік. Мына заманда қазіргі әлгі әділдік Қазақстан орнатып жатырмыз деген сөздің бәрі бос сөз. Біз халық, қазақ халқы осыған өзімізде кінәліміз. Кезінде жалбақтап, сол билік басына келген Назарбаевты мақтадық. Қазірде қит етсе газеттерде, баспасөзде қарап отырсаң, алады да кімнің сөзін, Тоқаевтың сөзін алып, ойбай, Тоқаев бүйтеді, президент әйтеді, бүйтеді деп, соны мақтай жөнеледі. Кейінгі уақытта, мысалы, мына қарапайым халықтың тұрмыс жағдайы нашарламаса, жақсарған жоқ. Мысалы, баға шарықтап өсумен жатыр. Оны тоқтататын бір мемлекет тарапынан, жоғары билік тарапынан іс-шаралар қарастырылып жатқан жоқ. Нарықтың заңы осылай дейді. Ал сол халықтың наразылығын тыңдап жатқан кім бар қазір? Ешкімде тыңдап жатқан жоқ. Жағдай солай, ол ел ішінде қаңтардан кейінгі жағдай жақсарып кетті. Еститін үкімет орнады деген ол тіпті жоқ нәрсе. Еститін үкімет жоқ. Былай мысалы, менің қолымда билік болса, деймін ғой, осы жергілікті орындарда. Мен өзімнің бір адал адамдардан командаларымды жинап, елде, осы қаланың ішінде болмаса, облыста жағдай қалай, қай жерде қиындық бар. Соған ең бірінші өзінің командасын адамшылыққа, кісілікке, халықты
сүюге, ұнатуға, соған жәрдем жасауға идеологиялық, мәдени тұрғыдан ықпал ете бастар едім.